Сәлем канал көрермендері, бүгін телефон арқылы оңай және тез үй кезегіне қалай тұрамын. Осы оқырманның сұрағына жауап ретінде осы видеоны салып отырмын. егофқа өз атыңыздан, міндетті түрде өз атыңыздан кіресіздер, телефон приложениясы арқылы немесе компьютер арқылы кіргеннен кейін басты бетке өтесіздер. Басты бетте недвижимость, яғни тұрғын үй деген қызметті таңдайсыздар. Видеода қалай көрсетіліп тұр, дәл солай жасайсыздар. Одан соң батырманы басқаннан кейін екінші кезекте постановка на учет в очередь, яғни үйге кезекке тұру деген батырмасын басасыздар. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар қателеспейсіздер. Одан соң келесі бетіне өткен соң заказать услугу онлайн деген онлайн түрде осы қызметті алу деген батырмасын басасыздар. Одан кейін бірінші шаг пайда болады. Постановка на очередь дегенді таңдайсыздар міндетті түрде. Далее батырмасы, яғни келесі батырмасын басасыздар. Қай жерден үй алғыңыз келеді, сол облысты көрсетесіздер міндетті түрде. Бұл видеода мен мысалы түрінде Нұр Сұлтан қаласын таңдағам, район барлығын мысалы түрде таңдап отырмын. Сондықтан сіздерге именно керекті категория, район, область қалаларды таңдайсыздар. Мысалымда категория деген госслужащий деген таңдап отырмын, бірақ мен өзім госслужащий емеспін. Тек қана мысал ретінде сіздерге таңдап отырмын. Под категория, яғни госслужащийдің ішінде кіреді ғой, военный служащий, тағы да бар ғой, прокуратурада істейтіндер, мысалы деп жатырмын, бірақ мен онысын білмедім, қандай. Бірақ сондай под категория дегеннің ішінде де мысалы кіреді. Қандай жұмысшы екеніңіздің барлығын жақсылап толтыру керек. Мысалы, мына жерде социальный деген бар, мысалы жаңағы көмек алатындардың несі шығып тұр, категория. Социальный уязвимый дейді. Сол категорияны таңдаған кезде под категория деп шығады. Под категория дегеніміз сол ішінде, яғни инвалид болса, мысалы. Басқа да мысалдары өте көп категориясы. Соларды жақсылап таңдайсыздар. Аяғы ауыр болса әйеліңіз, немесе жұмыссыз болсаңыздар, көп балалы отбасы болсаңыздар, мысалы осының барлығын жақсылап отырып толтыру керек. Асықпай. Электронды почта деген жерге электронды почтаңызда міндетті түрде көрсетіңіз. Себебі мысалы 15 күнде шығады бұның жауабы. Жауабы шыққан кезде мысалы осы почтаңызға келу мүмкін жауабы, немесе личный кабинет, осы егофтағы жеке кабинетіңізге келеді жауабы. Одан кейін место работы деген толтырасыздар міндетті түрде, место работы. Одан кейін тағы бір айта кететін жайт, сізде отбасыңызда қанша адам, соның барлығын да толтырасыздар осы жерге. Қанша адам бар, мысалы әйеліңіз бар, осы әйеліңіздің үйін, место работы, жұмыс істейді ма, істемейді ма, тағы да одан кейін балаңыз бар, балаңыз неше жасқа толған, оқу оқиды ма, содан кейін садикқа барады ма, любой барлық сұрақтары бар. Осының ішінде под категория дейді. Толтырасыздар, точка запятойға дейін толтыру керексіздер, нүкте өтіріне дейін. Жақсылап толтырсаңыздар, өздеріңізге плюс ол үлкен. Одан кейін қарап отқандай нөмір телефонды жақсылап дұрыстап жазыңыздар, себебі қателесіп кетіп ертең күні жаңағы исполнено, жаңағы орындалды деген хабарын алу үшін SMS келеді телефоныңызға, сонда қателесіп олар басқа нөмірге жіберіп қойып, сіздер күтіп қалмас үшін нөмір телефонды жақсылап енгізу керек, қатесіз. Үшінші шақта подписание услуг дейді, яғни осы қызметке қол қою керексіздер. Нөміріңізға код келу арқылы немесе ЕЦП күріш арқылы, ЕЦП кілтіңіз арқылы осы қызметке қол қоясыздар. Одан кейін 15 күнде сіздерге жауабы келеді. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болған деген ниеттемін. Сондықтан видеоға лайк басып, тіркеле кетіңіздер.